Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сәлеметсіңдер мұғалім. Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Бүгінгі сабаққа мен сендерге жақсы әдемі сөзбен сабағымды бастағым келді. Ендеше барлығымыз мұқият тыңдайық. Қайырлы күн, досым, қайырлы күн болсын. Біздің алар бағамыз кілең жақсы болсын. Балалар, бүгінгі сабақтарыңа сендерге сәттілік тілеймін. Ендеше біз балалар сендермен бүгін сабағымызды бастамас бұрын жұмбақты шешіп алайық. Келістік пе балалар? Жақсы. Ендеше барлығымыз кәне жұмбағымызды мұқият тыңдайық. Аяз қысып, өрнек сызып, ағаштар қар жамылып, өзендер мұз болып қатады. Айтыңдаршы балалар, бұл қай кезде болады? Қай кезде болады балалар? Қыста болады. Я балалар, дұрыс айтасыңдар ма? Дұрыс айтады балалар. Ендеше керемет балалар, дұрыс таптық жауабын. Балалар, бүгінгі біз сендермен сабағымыздың тақырыбын қыс, соның ішінде қыс айлары. Балалар, бүгін біз сендермен қыс айлары туралы мағлұмат аламыз. Ол мағлұматты алу үшін біз алдымызға мақсат қоямыз. Ең бірінші бүгін біз сендермен жаңа сөздермен танысамыз. Мәтін оқимыз, сұрақтарға жауап береміз, сөз тіркестерін құрастырамыз және диалогтар құрастырамыз. Осы қыс айларына байланысты тақырыпты есте жақсы сақтап қалуымыз керек. Жарай ма балалар? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды жүзеге асыру үшін біз қазір сендермен мозаика әдісі арқылы топқа бөлініп аламыз. Кәне, маған әр топтан бір оқушы керек. Келе қойыңдар балалар. Әр топтан бір оқушы. Данил, келе қой. Келе қой. Келе қой, айыл. Дарын, келе қой. Келе қой. Ал, кәне, осы жерге жатқан мозаиканы тездетіп құрастыра қояйық. Кәне, кім тез құрастырады? Кәне, құрастыра қояйық, балалар. Мен болдым. Жақсы. Кәне, кім болды екен бірінші? Кім болды екен? Мен болдым. Ал, әдия айта қой. Бұл жаз мезгілі. Өте жақсы. Келісесіңдер ме балалар? Бұл жаз мезгілі ме? Я, дұрыс айтады. Ал? Бұл күз мезгілі. Дұрыс айтады ма балалар? Дұрыс айтады. Бұл күз мезгілі. Ал, Данил? Бұл күз мезгілі. Өте жақсы. Керемет. Дұрыс айта ма? Дұрыс айтады. Жарайсың. Дарын, қай мезгіл? Қараймыз, қандай мезгіл ме? Көктем. Көктем мезгілі. Е, Дарын? Көктем мезгілі. Жақсы, көктемде мұз ериді, күн жылынады. Ендеше әркім өз тобына байланысты атауларды алады. Кәне? Ал, Адина, ала қой жаз мезгілі. Орныңа барып, отыра қой. Сенің тобың, Адина, жаз мезгілі болады. Ал, Нұрбақыт, күз мезгілі. Сенің тобың, Нұрбақыт, күз мезгілі болады. Жарай ма? Бара ғой. Ал, Данил, сен қай мезгілді? Ой, қыс. Қыс мезгілі. Сенің тобың қыс мезгілі болады. Отыра ғой. Ал, Дарын, сенің де қандай? Көктем. Керемет. Отыра ғой, Дарын. Жақсы балалар. Ендеше әркім өз тобын білетін болсын, не балалар? Көктем тобы. Тездетіп қоя қоямыз, е? Жақсы. Келесі бізде топ қандай екен? Күз мезгілі бізге. Ал, қыс мезгілі. Жақсы балалар. Ендеше қазір біз топ болып жұмыс жасаймыз. Бізде бірінші топ, бізде қыс мезгілі, екінші топ көктем мезгілі, үшінші топ бізде жаз мезгілі, және төртінші топ бізде күз мезгілі. Жарай ма балалар? Ендеше балалар, бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік тілеймін. Ең бірінші біз сендермен
жаңа сөздермен танысып алайық. Барлығымыз мұқият жаңа сөздерді тыңдаймыз. Күн, день, түн, ночь, ұзақ, длинный, боран соғады, бушует боран, желтоқсан, декабрь, қаңтар, январь, ақпан, февраль, қар, снег, шаңғы, лыжи. Ендеше балалар, қазір мен сендерге тағы бір рет оқып беремін. Мұқият тыңдап алайық. Күн, түн, ұзақ, боран соғады, желтоқсан, қаңтар, ақпан, қар, шаңғы. Жақсы балалар. Танислав, қане бір рет оқышы. Боран соғады, бушует боран. Барлығын толық оқы. Оқи ғой. Күн, день, түн, ночь, ұзақ, длинный, боран соғады, бушует боран, желтоқсан, декабрь, қаңтар, январь, ақпан, февраль, қар, снег, шаңғы, лыжи. Керемет, рахмет саған. Ендеше балалар, осы жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрастырып көрейік. Кәне бірінші топ, кім құрастырады екен сөз тіркестерін? Ал, Медина? Күн, день, түн, ночь. Балалар, енді біз сендермен осы жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрастырайық. Жарай ма балалар? Кәне, кім айтады? Кім осы жаңа сөздермен сөз тіркесін тез құрастырады? Емел, айта ғой. Қыста шаңғы тебеміз. Дұрыс айтады балалар. Қыста шаңғы тебеміз. Келісесіңдер ме балалар? Дұрыс айтады. Ал екінші топта кім айтады екен? Дарын ба? Ал Дарын айта ғой. Түн ұзарады. Түн ұзарады, жақсы, келісемін. Ал жас тобында кім айтады екен? Аха, айта ғой. Қыста күн қысқарады. Өте жақсы. Так, ал кім айт? Боран соғады. Боран соғады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше біз бүгін сендермен жаңа сөздермен жақсы таныстық деп ойлаймын. Енді балалар, қазір біз сендермен келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырманы біз қалай орындаймыз? Біз қазір ассоциация әдісі арқылы жұмыс жасаймыз. Ең бірінші сендер мұқият мына суреттерге қарап алыңдар. Осы суреттер арқылы қазір өздеріңнің қыз туралы түсініктеріңді жазасыңдар. Мен ортаға тақтаның ортасына қыз деп жазып қоямын. Ал сендер болсаңдар, өздеріңнің түсініктеріңді жазып шығасыңдар. Жарай ма балалар? Келістік па біз сендермен? Келістік. Ендеше барлығымыз дайынбыз ба балалар? Дайын. Ал балалар, ендеше біз сендермен ассоциация әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Ал қане бізде бірінші кім келеді екен? Қыз туралы түсініктеріңді жазу керексіңдер. Келе ғой. Қар жауады, е? Қарайшы, Медина, жауады, е? Мұқият боламыз, Медина, отыра ғой. Келесі, көктем тобынан кім келеді? Гүлеп келе ғой. Суық, дұрыс айтады, е балалар? Қысқа суық болады. Өте керемет, жақсы. Отыра ғой, жарайсың. Ал, кәне, жас тобынан кім келеді? Келе ғой. Жаза ғой. Айта ғой ойынды. Шана тебеді. Шана тебеді. Келсесіңдер ме балалар? Қыста балалар шана тебеді. Дұрыс айтасың. Нет саған. Жарайсың. Өте сауатты жаздың. Бізде кім келеді мына топтан? Кәне, келе ғой. Келе ғой. Қандай мысал айтқың кетті? Қандай түсінік айтасың? Ал? Боран соғады, дұрыс айтады. Қыста балалар боран соғады. Әрине дұрыс айтасың. Қыста боран соғады. Өте жақсы ассоциация әдісімен өте жақсы жұмыс жасадық деп ойлаймын мен сендермен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Боран соғады. Дұрыс айтасыңдар. Керемет, рахмет сендерге балалар. Сендер өте жақсы жауап бердіңдер, е? Кәне әр топ өзіңізге бағалайықшы, қалай жауап бердіңдер? Жақсы ма? Керемет, басқармамызды
жоғары көтерейік. Жарайсыңдар. Екінші топ қалай жауап берді көктем тобы? Керемет, жарайсыңдар. Жас тобы қалай жауап берді? Жарайсыңдар. Керемет. Ал күз тобы қалай жауап берді? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Керемет. Ендеше біз сендермен қазір балалар келесі тапсырмаға көшеміз. Ал енді балалар, біз қазір бәріміз мұқият мәтінді тыңдап алайық. Содан кейін сұрақтарға жауап береміз. Ал сұрақтарға жауап беру үшін біз сендермен ойын ойнаймыз. Біздің ойынның шарты қандай десеңдер, мен сендерге допты лақтырамын. Қай бала қағып алса, сол бала сұраққа жауап береді. Келістік пе балалар? Жақсы. Ендеше балалар, мұқият мәтінді тыңдаймыз. Қаңтар, ақпан, қыс айлары. Қыста қар жауады. Балалар қысты жақсы көреді. Сен қысты жақсы көресің бе? Жақсы балалар, бәріміз мәтінді тыңдадық па? Я балалар, бәріміз мәтінді тыңдадық. Ендеше қазір біз сендермен осы мәтін бойынша сұраққа жауап беруіміз керек. Жарай ма балалар? Дайынсыңдар ма балалар сұрақтарға жауап беруге? Барлығымыз дайынбыз ба? Жақсы. Ендеше бірінші біз қыз тобынан бастаймыз. Допты кімге лақтырамын, сол жауап береді. Жылдың қай мезгілі туралы айтылды осы мәтінде? Ал кәне кімге лақтырамын? Ал қағып ала ғой. Қыз туралы айтылды. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Келесі. Ал балалар, келесі сұрақ. Қыс айларын ата. Кімге лақтырам? Кәне ойланайық. Кімге лақтырам? Ал Зофияға лақтырам. Ал қағып ал дес. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Керемет, жарайсың. Ой, керемет, мен қағып алмадым. Қыста не болады? Ал кәне кімге лақтырам? Жас тобында кімге лақтырам? Кәне Софияға лақтырайын ба? Жарай, Бейназға лақтырайын. Ал Бейназ, айта ғой. Қыста қар жауады. Қыста қар жауады. Дұрыс айтамыз балалар. Ал кәне біз енді күз тобында кімге лақтырамыз? Ойланайық. Балалар қай мезгілді жақсы көреді? Кімге лақтырамыз? Аяулымға ма қолын көтер? Ал аяулым, ал. Балалар қыс мезгілін жақсы көреді. Өте керемет. Балалар, барлығымыз керемет жауап бердік деп ойлаймын. Керемет жауап бердік па балалар? Ендеше балалар, біз барлығымызды қазір өте керемет деп бағалап өтейік. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар. Керемет. Осы тапсырмаға өте керемет жауап бердік. Балалар, енді біз сендермен келесі тапсырмаға көштік. Біздің келесі тапсырмамыз оқылым, айтылым әрекеті бойынша болады. Қазір біз сендермен мұқият мәтінді оқып аламыз. Мәтінді оқып болғаннан кейін осы мәтінге сүйене отырып диалогты толтырамыз. Сендердің әр оқушының алдында қима қағаздар жатыр. Қыз тобында ақ қағаз, түстерді көрдіңдер ме ерекшелігін? Жаңағы көктем тобында көк қағаз бен қима қағаздар жатыр, көк түсті. Ал бізде жаз тобында жасыл, жайдарлы жаз, ал күз тобында сары, сары алтын күз. Ендеше балалар, қазір ең бірінші мәтінді оқимыз. Кәне ене, мәтінді оқышы. Мәтінді оқыш тақтаға, интербелсенді тақтаға. Оқиға, қыс айлары. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыста күн суық болады, қар жауады, аяз болады, боран соғады. Күндіз балалар қармен ойнайды, шаңғы шана тебеді. Қыста түн ұзаққа қысқа болады. Өте жақсы, керемет. Ендеше балалар, қаламдарыңды алып, алдарында жатқан сұрақтарға жауап беріңдер. Жазамыз балалар, жазыңдар. Жазыңдар балалар. Балалар, енді тапсырмаларымызды орындап болдық па? Жақсы, керемет балалар. Ендеше кәне кім бізге сұрақ қояды? Бірінші, екінші топқа кім сұрақ қояды? Ал қыз тобынан қоя қойын. Бұл қай жыл мезгілі? Жақсы, дарын. Қыз, жақсы, келсесіңдер ме балалар? Дұрыс жауап берді ма? Жақсы, келсесіңдер ғой. Жақсы. Ал келесі мына топқа сұрақ қоямыз. Қыс айлары қандай? Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Керемет. Дұрыс жауап берді ма? Асықпаймыз. Дұрыс жауап берді ма? Керемет. Ал енді сендер Қыс мезгілінде ауа райы қандай? қандай ауа райы қыс мезгілінде? Аяулым.
Балалар не істейді. Ғана сықпаймыз. Шаңғы шана тебеді. Жақсы жауап бер. Керемет балалар. Ендеше біз барлығымыз алтын кілт иесі атанамыз, иә балалар? Керемет, жарайсыңдар. Бізде қыз тобы да алтын кілт иесіне береміз, кілттің иесі болды. Келесі тобымыз көктемде алтын кілт иесі болды. Жаз тобы да алтын кілт иесі болды. Және күз тобы да алтын кілт иесі болды. Керемет балалар, сендерге мен керемет деген бағамен бағалаймын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз сендермен келесі тапсырманы орындаймыз. Мен сендерге айтылым тапсырмасын беруге жөн көрдім. Өйткені сендер өте белсенді қатысып отырсыңдар барлық тапсырмаларға. Бізде бұл тапсырманың мақсаты қандай? Ең бірінші сұрақтарға суретті дұрыс қою арқылы жауап берулерің керек. Ендеше біздің тақтамызда сұрақтар тұр. Суретте қай жыл мезгілі көрсетілген? Кәне бірінші топтан ал Данил келе ғой. Қай жыл? Қыс дұрыс айтамыз. Қыс мезгілі. Дұрыс айтамыз. Кәне балалар, қыс мезгілін таңдап ал өзің суреттен. Таңдап ал қыс мезгілін. Дұрыс, Данил, керемет. Дұрыс жауап берді ма балалар? Иә. Өте керемет, жақсы, жарайсың. Келесі топ. Ал келесі топ қалай жауап береді екен? Әлия мен Азат не жасап жатыр? Кәне кім жауап береді? Әлия мен Азат. Балалар, енді біз сендермен келесі тапсырмаға көштік. Сұрақтарға суретті дұрыс қою арқылы жауап беруіміз керек. Өздерің көріп тұрғандай, міне сұрақтар. Суретте балалар, қай жыл мезгілі? Кім айтады? Ал кәне бірінші қыз тобы жауап берсін. Кім айтады? Ал Дәрмен, сен шыққан жоқсың бе? Ала ғой ана жерден суретті таңдап ал. Қыс, дұрыс айтасың. Қыс мезгілі, иә сөз? Ең бірінші қыс мезгілі. Керемет, дұрыс жауап берді ма? Дұрыс жауап берді ма балалар? Жарайсыңдар. Ендеше біз Дәрменге жасыл деген бағдаршамен бағалаймыз. Керемет, жарайсың. Келесі балалар, келесі біз барлығымыз келесі тапсырма сұрақты оқиық. Әлия мен Азат не жасап жатыр? Кім айтады? Екінші топ кім біледі? Не жасап жатыр? Қар бөбек. Дұрыс айтасың. Қар бөбек жасап жатыр. Керемет, дұрыс жауап берді ма балалар? Ендеше біз жасыл деген бағдаршамен бағалаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Керемет, жарайсыңдар балалар. Ендеше келесі тапсырмаға көшеміз. Әлібек пен Анель не теуіп жүр? Әлібек пен Анель не теуіп жүр? Адина, айта ғой. Әлібек пен Анель шарбай теуіп жүр. Жақсы, кел суретіңді қоя ғой. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтады, керемет. Қоя ғой. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ендеше қазір барлығымыз Адинаны жасыл деген бағдаршамен бағалайық. Жасыл деген бағдаршамен бәріміз бағалайық. Керемет. Мен жерде балалар жатыр қағалында. Өте керемет, дұрыс. Рахмет сендерге балалар. Керемет, барлығымыз дұрыс жауап бердік. Енді бізде төртінші сұрақ қалды. Ал төртінші сұрақ дайынсыңдар ма сендер? Қыс айларын ата. Қыс айларын ата. Аяулым атай ғой. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Керемет. Ендеше біз аяулымды да жасыл бағдаршамен бағалаймыз. Кәнеки бағалайық бәріміз. Бағалайық жасыл бағдаршамен. Керемет. Жарайсыңдар балалар. Керемет. Өте жақсы. Керемет. Барлық сұрақтарға керемет жауап берді деп ойлаймын. Я балалар, барлығымыз керемет қатыстық. Балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді алдарында жатқан стикер арқылы білдірулеріңе болады. Ендеше жаза қойыңдар. Жазыңдар балалар, жаза қойыңдар. Жаза қойыңдар. Жазыңдар. Жазамыз. Сендерге сабақ ұнады ма? Жазыңдар. Ал кім жазып болды? Мына ағаштарға әкеліп біреулеріне болады. Біреу қойыңдар. Қарағанды. Өте жақсы нақты жарайсың. Керемет жарайсың. Жақсы жарайсың. Жақсы, керемет. Жақсы. Керемет. Тездетіп бар біреу қоямыз. Керемет.
жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты мен сендерге керемет, жарайсыңдар, өте тамаша деп бағаладым. Ендеше балалар, қазақ тілі сабағы аяқталды. Бүгін біз сендермен көп қыз туралы мәлімет алдық деп ойлаймын. Ендеше балалар, сау болыңдар. Сау болыңдар.